Бала қалжырап, шаршағанына қарамастан көз ұшында көрінген шаһарға жүріп кетті. Аяқтарына тас байлап қойғандай. Отыра кетсе, тұруы неғайбыл. Діңкелеп шаршаған шақта аз уақыт аял жасады. Көкжиекке таяған шартабақ күнге қолын көлегелеп ұзақ қарады. О, тоба! Шаһар үйлері шашыраңқы һәм жұпыны. Көшелері қисық, бұралаң. Қала халқы ауа көшкендей. Өлі тыныштық үрей шақырады. Батыс жақта Арналы өзен ағып жатыр. Су беті қап-қара. Тағы таң қалғаны, Арналы өзеннің арғы жағы да қала. Қала болғанда қандай, аршыған жұмыртқадай ақ шаңқан үйлер, оқтай түзу көшелер, аспанмен таласқан биік-биік сәмбі талдар, көк желекке малынған гүлзарлар. Осындайда кереғарлық болады екен-ау. Арналы дарияның екі жағындағы екі қала, екі әлем. Бірі сүреңсі сұрқай, екіншісі жаннаты жасыл баққа оранған. Өңім емес, түсім шығар, деп ойлады бала. Мына қызықты қараңыз, сәнді қаланың тұрғындары да ажарлы бірөңкей. Иман жүзді, ибалы адамдар жымия күліп, бір-бірімен есендесіп өтіп жатыр. Не деген ізет ілтипат. Бергі жағалаудағы шаһарда жан баласы көрінбейді. Іркес-тіркес қалай болса солай салынған тоқал тамдардың тозығы жетіп, құлауға жақындапты. Бала орнынан тұрды. Сұрқай шаһардың шетіндегі темір қақпадан ене бергенде бет жүздері аңға ұқсаған екі аяқты мүйізді құбыжық алдын кес-кестеді. Қайда барасың? Жолаушымын. Көзін шүберекпен таңып, қолына кісен салып патшаға алып келді. Дәліз бе, қора ма, әйтеуір тарс-тұрс ашылған көп есіктерден өткенін біледі. Шеш көзін. Төрдің төбесіне бет әлпеті бұжыр-бұжыр қос мүйізді өңкиген дәу отыр. Жүрек жұтқан жанға ұқсайсың. Өміріңе қауіп төнгенін сезбейсің бе? Біздің елге келген адам тірі қалмайды. Жоқ, әлде бәрін біліп, жұрта аңқаусып тұрғаннан саумысың. Өтірік айтып өлетін жайым жоқ. Жол сорабы сіздің елге алып келді. Бірер сауал қоюға рұқсат па? Сұрағын, сіздің шаһарда халық тұра ма? Тұрмағанда ше? Неге көрінбейді? Жұртшылық күндіз ұйықтайды. Сонда түнде не істейді? Түнде тіршілік басталады. Ғажап. Оған неге таң қаласың? Жұмыс істемей ме, жүріп тұрмай ма? Біздің елде тіршілік әуені мүлде бөлек. Адамдар күндіз ұйықтап, түнде тіршілік жасайды. Түсіндім, тақсыр. Тағы сауалың бар ма? Қала неге көңілсіз? Өзеннің арғы бетіндегі шаһарға қараңызшы. Таң тамаша қалдым. Онда бәрі сұлу, көркем. Доғар сөзді, ақыл айтуға келдің бе? Қаһарлы патша қолындағы аспабын сылдыр еткізген. Еңгезердей екі әскер жетіп келді. Мына пендені зынданға тастаңдар, өсін іріп-шіріп. Аң бейнесіндегі құбыжықтар баланы детектетіп, ұзын дәлізбен жүріп келді де, зілмауыр есіктегі қара құлыпты ашып, қараңғы бөлмеге итеріп жіберді. Қанша жатқаны жадында жоқ. Тас қабырғаға басы соғылған ба, солқылдап барады. Көзін аша бергенде ышқына айқайлап жіберді. Жүзін әжім торлаған, шашы алба-жұлба мыстан кемпір төніп тұр. Қорықпа, балам, деді кейуана, үні жұмсақ. Зәресі ұшып, жүрегі тоқтап қала жаздаған бала көзін ашқанда бет-аузы мұж-мұж кемпір сөздерін жалғады. Бағы жанбаған бейбақпын. Осынау зынданды тұрақ кеткеніме қанша болғанын да білмеймін. Көрер жарығым бар екен. Жүрегім соғып тұрғанмен тірі әруақпын. Сөйлесерге қара таппай зарығып жатқанда келгеніңді қарашы. Тас зынданда жолықтырған Аллаға сансыз шүкіршілік айтамын. Кешегі түсім шуақты күндерден белгі бергендей еді. Бәсе. Таң алдында басын көтерді. Тыңайып қалғандай, шекесіндегі ісігі де басылған. Жан жағына сақтана қарады. Сығырайған шамның жарығы жөнді көрсетпейді.
алаң-құлаң сұлба шалынғандай. Қараңғы бұрышта бүгіліп, қос қолын жайып кемпір отыр. Соңғы сөздерін еміс-еміс құлағы шалған. Раббым Алла, тілегімді қабылдап, бір пендеңді жібергеніңе рахмет. Енді осы баланың тезірек жазылуын нәсіп ет. Екеулеп әрекет жасап, жарық дүниеге шығуымызды жақын ет. Әмин, деді бала жүрегі жарылардай қуанып. Сауықтың ба балам? Беті қолыңды шай. Әйтеуір суға тапшы емеспіз, шүкір. Одан соң оразаңды ашып алғын. Белі бүгілген кейуана қолындағы барын жұпыны дастарханға қойды. Қатқан қара нан, суып қалған көже. Қарны ашқан екен, бірін қалдырмай соғып алды. Өлер-өлмес ауқат қой. Қанағат қарын тойғызады демекші, бұған да көндіктім. Көндікпегенде не істеймін? Сенің осында келетініңді, көп ұзамай жарық дүниеге шығарымды Тәңірім сездірген, білдірген. Қайтып, оның мәнісін түсіне қоймассың. Ықтиярыңыз білсін апа, күпті көңілдің білмегі де мол. Шаһардағы адамдар аңға неғып айналған. Менімен тілдесіп, осы зынданға жіберген патша да құбыжық бейнесінде. Сөзі түзу сияқты, кәдімгі адам тілінде сайрап тұр. Мұндай халге неге ұшыраған? Айтыңызшы білсеңіз, әлде мен түс көріп жатырмын ба? Түс емес, өңің балам. Өрекпіген жүрегін басып, кәрияның әңгімесіне құлақ түрді бала. Бұл шаһар Жақұт аталатын мемлекеттің астанасы болатын, деп бастады хикаясын кейуана. Үлкен елдің тасы өрге домалап, жылдан жылға дәулеті молайды. Қарын қамынан басқаны аңсамаған халықтан береке бірлік кете бастады. Былайша айтқанда, басқа қонған бақты тепті. Болмашы себепті сылтауратып, той тойлады. Арақ шарапты суша сімірді. Қулық, сұмдық, мақтаншақтық, кісі ақысын жеу, аярлық асқынды. Жезөкшелікте етек алды. Қара халық сондай болған соң, хан да ұзап, қайда барсын? Ынсап кетті одан да. Патша сарайының қызметшілерін жағымпаздық, көлгіреу, тәкаппарлық, қызғаныш, қызылды жасылды дүниеге деген ашкөздік жайлады. Әділетсіз басшылар орынтақтары үшін өзді-өзі қырық пышақ қырқысып жатты. Қысқасы, мейманасы тасып шалқыған елді тәубесіне келтіру үшін жаратушы жер сілкінтті. Оған да қыңбады қыңыр ел. Сұмдық қой, бала жағасын ұстады. Ақыр аяғы немен тынды дейсің ғой? Иә, жаратушысын ұмытқан ел оңышы ма еді? Тәңірінің назасына ұшырап құбыжыққа айналды. Бірде-бір кісі қалмады ма? Онда мен 13 жаста едім. Апаттың бәрі Алланың жазасы деп білдім. Сол үшін де жатсам тұрсам тілімді калимаға келтірдім. Мінәжат еттім жаратушыға. Адам кейпінде қалғаным бәлкім содан.